Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге топчик. Бүгінгі видеомызда бізде жаңа видео. Бүгін біз PS 2018-ді басынан бастайтын боламыз. Мен видеомның каналымның ең астына түсірсеңіз, ең бірінші 2 немесе 3 видеом PS 2018-ден болған. Және де біз PS 2017 по-моему болғаны, или 2018. И содан бастап бізде обновление болды PS 2018-де. Және де біз енді бірінші рет кіріп ойнайтын боламыз. Және де бізде мынандай бірінші кірген кезде мынандай окно пайда болады. Және де біз ол кезде тілдер болады. Мен English тілін таңдадым, басқа жоқ. Русский таңдай десем, орысша да жоқ. Окты басам, және сіз қайсы енді қалада немесе елде тұрасыз деді. Қазақстан дұрыс. Домналдинг бір бәле дейді. Домналдинг деген скачивается деген аударылады, яғни тартылып жатыр бізге бір нәрсе. 99%-те тұрып, сәл тұрып қалды енді. Міне достар, PS 2018 Давид Бекхэм, легендарный игрок. Ойынымыз басталмай жатыр достар. Так, все. Болды, братан, түсіндік. Енді ойын бізге. Так, welcome to my club дейді. Қош келдіңіз өзіңіздің клубыңызға деген секілді ғой. Так, бізде қазір қандай выбормен ойнайтын боласыз деп жатыр, жойстикпен. Мен жойстикпен ойнаған жақсы көремін. Так, Боруссия Дортмундтағы адамдар көзіп отыр. Не надо. Керек емес бізге олар. Достар, неге видео шықпай кетті, оны менің ссылка бар, менің группамда, сол группадан көрсеңіздер болады. Туториал 1 дейді. Бірінші типа задание ойнап үйретеді. Так, мен бұның бәрін білем екен. Әзірде менің аккаунтым бар, ойнап жүрген. Ол басқа аккаунт мүлдем. И басқа телефонда. Так, мынау ускорение, достар. Ай. Қайтын. Так. Блин. Өттік достар, енді дриблинг сквирдет деген ол енді қатты жүгіресіз скорспен. Пас беріп үйренеміз. Давай. Бұның бәрін білем достар, бұның бәрін өткен, бірақ ойнақысы келген желаниясы бар адамдарға көрсетіп жатым просто. Соны көріп. Маған бересіздер, 2-3 адам. И все болды достар, бітті. Бұл PS 2018-дің қазіргі спонсор болып жатқан Барселона клубы. И сонда Барселона ойыншыларын көрсетеді көбінесе. Көбінесе емес, барлық жерде Барселона ойыншылар көрсетіледі. Россия World Cup болған кезде Филипп Каутиньо тұрды. Одан алдан Луис Суарес, Каутиньо, Иньеста бәрі тұратын. Мен бірінші видеоларымды көрсеңіздер, сол жерде Филипп Каутиньо, Луис Суарес, тағы да басқа Роберто мені есіме түсіп тұрған. Қазір достар, бізге удармен тебуді үйретіп жатыр. Бұның бәрін білем ғой. Достар, маған ең маған ана аккаунтым квиксель болып кеткені өте өкінген едім. Өйткені ояқта өте мықты состав бар еді. Видеоны көрсеңіздер, Рональдиньо тағы да көптеген өте мықты ойыншылар бар еді. Боатег, Инсигне. Так, достар, біз одан достар, екінші дамыған аккаунтымнан видео түсір десеңіздер түсірем. Қиын емес. Сол аккаунттан видео түсіріп. Жоқ. Пас бермеу керек па? Ладно. Бермейміз. Сөйтіп, содан Nom 8-way practice. Короче, Барселонаның практикасына өттің деген ғой. Қазақшасы. Енді біз Барселонаға бір ойын өткізіп көреміз. ФК Барселона против Боруссия Дортмунд. Боруссия Дортмундқа қарсы ойнайтын боламыз. Так, Лионель Месси допты ойынға қосты. Серхио Роберто, Пако Алькасер. Достар, ойыншылардың атын дұрыс айтамай қалсам, андай қызу талқыға алып жатпаңыздар. Суарес,
Так, алыстан бірінші ударымыз және вратар орнында Боруссия Дортмундтың Иван Ракитичтің лонгшоты өте әдемі. Слишком не удар ғой. Өте слабый удар болды, слабый. Әлсіз ударлардың бірі. Ереминя, Серхио Буткес, Серхио Роберто, Пако Алькасер, Лионель Месси ашылды және Филипп Каутиньо. Каутиньоға дау жетпей қалды. Так, Иван Ракитич. Мессиге асылған пас және Месси удар, штанга. Так, Батшуаи өте тамаша ойыншылардың бірі, жас. Осы Боруссия Дортмундта ойнап жүр да, осы PES-те, бірақ шын өмірде Валенсияға ауысып кетті уже. Ла Лигаға жақындап келді уже бала. Ойыншы Ла Лиганы төрінде ойнайын деп жатыр енді. Так, достар, әзірше есеп 0-0. Уже. Так, достар, сіздерге дриблинг көрсетіп жіберейін. Финт деген ғой. Иван Ракитич. Жоқ, шығарамады Серхио Роберто. Так, достар, біздің ең соңғы атакаларымыздың бірі. Месси. Каутиньо және 1-0. Каутиньо біздің бірінші голымыз сақты. Осы PES 2018-де. Өте жынды ойын болып жатыр. Добиваниядан соқты ғой. Вратары мықты екен, достар. Шындықты айтқанда вратары мықты екен. Өйткені Мессидің уже 3 удардай жасады, 3 соққыдай бәрін қайтарып жатыр. Ойын жақсы өтіп жатыр, достар, және де лайк басып арнаған тіркеліп кетіңіздер, және де комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Ендігі бөлімде не түсіреміз? PES Mobile'дың екінші бөлімін түсіру үшін 7 лайк. Мен видеолардың бәрінде 7 лайк жинаңыздар деп жатырмын. Әр ойында. Давайте бұда 8 лайк жинайық, достар. Так, Луис Суарес есепте 2-0 қылды. Луис Суарес есепте 2-0. Қараңыздар, өте әдемі ашылуымен. Достар, қазір мен осы видеоның астына давайте 8 лайк жиналып кетсін. Сол кезде Марко Ройс, достар, өте қауіпті шабуылшылардың бірі. Дриблинг өте жақсы. Так, Еремина, Иван Ракитич. Ал. Так, защита өте жақсы ойнауда. Сенімді. Так, Филипп Каутиньо. Бұл балан дриблингі. Дриблинг болмады. Каутиньода. Түсінбедім. Так, достарка, ложный замах істеп көрейік. Ложный замах бар. Суарес және есеп 3-0, достар. Осыдан кейін, достар, біз жаңа не бастаған екен. Қазір пак ашатын боламыз, және де өзімізге жаңа игроктар жинайтын боламыз. Соларды сіздерге көрсетіп кетеміз. Сонымен біз ендігі видеомызда өзіміздің бірінші матчымызды өткізетін боламыз. Филипп Каутиньоның дриблингі жақсы, өте жақсы, достар. Джорди Альбаға өте әдемі пас берді. Ложный замақтан кейін. Луис Суарес. Так, Лионель Месси отборды өте әдемі. Және лонгшот қалай? Әдемі лонгшот. Месси, да. 4-0, достар, есеп. Бірінші таймның соңына таман Филипп Каутиньо бірінші голды ашқан еді. Одан кейін голдар. Бірінші таймда онша гол болмады, екінші таймда голдар жауып отыр. Бұл жерде енді защитниктің қателігі. Бұл жерде Лионель Месси өте әдемі допты варта соққы бақтап жатыр. Достар, енді біз бұл PES-тің бага. Каутиньоға да шанс берейік, және есеп 5-0.
5-0 достар. Каутиньо 2 гол салды, Луис Суарес те тоже 2 гол салды, Лионель Месси 1 голмен шығып отыр бүгін. Міне. Ең соңына таман жетті Каутиньо. Гол соқты. Және біздің үмітіміз ақтады. Және тағы да бір лонгшот достар. Лионель Месси және ол гол. 6-0 достар. Достар, бұл басында менде PESте өте оңай ойындар болады. Қараңыздаршы, оңай ұлдар. Ал кейін 10-жы левелдан кейін өте қиын ойындар бастала бастайды. Сол кезде уже бір голдың өзін салу оңай болмайды. Практика бәрінен өттік. Енді бізге өзімізге клуб таңда дейтін секілді. Так, достар, біз клуб не клуб таңдарын білмеймін. Паслио дейді. Білмей тұрмын қазір, достар. Испания лигасына кірейік. ФК Барселона. Реал Мадрид таңдайық, достар. Маған бәрі. Овернейм дейді. Так, өзіміздің атымызды жазамыз, достар. Так, ондай болса. Болды, достар, біз өзіміздің атымызды жаздық. Так. Жоқ, бұндай состав ұнамайды маған. Үш бір, 3-3. Так, бүкіл бір рейтингте. Так. Осы нормаль жақ, достар. 4-3-3-ті не ағып алмадыңыздар десем, мен 4-3-3-ті алғам. Осы ең бірінші PES ойнайтын кезде, және де ең соңында ол тренер. Ол неде? Так, достар, комментатор data for рыбале дейді. Go. English. Не жоқ. Біз бұл контакт агент дейді. Connect агент. Так, бізге 10 My Club points берді уже. Золотой, оған өте жынды пактар ашуға болады. Так, агент дейді, достар. Бірінші бізге регулярға кір дейді. Және бұл жерде фрей болып жатыр екен. Так, достар, біздің бірінші пагымыз лайк қосып арнаған жазылып кетіңіздер. Және де бұл жерде міне қара игрок немесе золотой игрок түсіру керек, сол бізге нормальный болады. Так. Осы жерде міне ашуға болатын секілді. Және өте серебряныйлардың арасына түсіп қалдық. Және біздің бірінші игрогымыз Ориджи. Так, Ориджи. Нормаль. Бастапқыда өзіміздің немізге қойып қойға болады. Және де бізге 3 пакты тегін береді. Және осы PES-тің Konami'ге рахмет. Осындай пактар беріп жатыр, достар, бізге. Және де тағы да серебряныйға түсіп қалдық. Алексис Видаль өте әдемі, жақсы. ФК Барселона. Так, неғып серебряный болған білмеймін, Видальдің. Және де золотойдың жанынан тағы өтіп кеттік. И Робертсон, Ливерпуль. Бұл да серебряный. Так, достар, бізге барынша черный игрок түсіру керек. Тағы да серебряный. Қара допты түсірген кезде Пако Алькасер, ФК Барселона. Сол кезде бізге мықты игрок түсетін болады. Және де, достар, біз өзіміздің составымызды істейміз қазір. Давай. Және де біз KF71 бар, E71. Давайте 71-ді қоямыз. Жоқ, рейтинг түсіп кетеді. Ал 70-ті қойсақшы. Тоже рейтинг түсіп кетеді. Так, давайте автопикқа жіберейік.
Так, Алексис Видаль оң жақ правыйға кетіп қапты. Так, достар, енді біз бірінші матчымызды ойнап, содан кейін видеоны аяқтайтын боламыз. Және де ресейф өйтіп бір не орындағанға ақша береді, достар. Tutorial login days. Так, осындай ақшаламыз алып болды. Енді 30 майкомс 2500 болды, достар. Бір жақында біз чемпионат, достар, бірінші левел арасында, және біздің бірінші ойынымыз болады қазір. Біз сияқты начинающими ФК Барселона Эл Классико, достар. Эл Классико новичоктар арасында, және де бұның составы бірақ серебряный игрок бар екен. Достар, бізде қазір ең жаман ойыншылар ол ең мықтысы черный, одан кейін золотой, одан кейін серебряный, одан кейін бронзовый, содан кейін бар белый мячтар. Белый мячтар вообще ойнай алмайды, ал серебряныйлар нормально, золотойлар вообще нормально, ал черныйлар жақсы ойнайды. Қара доп пен золотой доп өте жақсы ойнайтын ойыншылардан құралады. Так, біздің бірінші ойынымыз, достар, басталды, және біздің бірінші атакамыз және гол, достар, гол бірінші боп ойынды бастап кеттік, достар. 1-0 Пако Алькасер. Барселонада бекер жүрген жоқ екен. Немесе ауысып кетуі де мүмкін, достар. Мен өйткені Барселонаның фанаты емеспін, және де оны білмеймін трансфердің ақынасын. Алексис Видальді өзіне қайтарып алғанын білем. Так, достар, кішкене подлагивать етіп отыр, ол өйткені бірінші ойында сөйтеді екен. Мен байқағандай. Так, достар, бірінші атакасы және ол да гол салып кетуі мүмкін, және достар, бізді кішкене ғана жетпеді. Бізге гол салып кетуіне қараңыздар. Просто алдыға қарай допты подъеммен тастады, және де бізде білем. Все, давай. Алексис Видаль. Жоқ, Алексис Видаль допты аламады. Лопестен давай отбор. Және де, достар, отбор болды бізде. Пако Алькасер. Ориджи. Өте слабы ударлардың бірі болды, және давай. Отбор. Отбор да жақсы, достар. Іште біреу бар ашылған. Видаль. Лонгшот болмады. Ударларын көрейін деді. Қараңыздар, достар, повторы өте керемет. Алекс Видальмен алыстан доп бақтап көрдік, және де болмады. Әлі, достар, 15-ші минут матчтың. Одан кейін де ойындар болады әлі. Сол үшін ойынды жалғастыру керекпіз. Алекс Видаль, Пако Алькасер. Алекс Видальға қайтарып берді. Видаль. Не? Достар, вообще ойын жүрмей қалды. Пако Алькасер допты өте жай бақтап қойды ортаға. Өте слабы ударлар болып отыр қазір. Ал уже андай серебряный, золотой және черный игроктарда сөйтіп жай басаң өте қатты деп еді. Барды, ал егер бұлар сияқты уже сарсыз қашқа жіберсең, тоже қатты деп еді. Так, Эриксон. Так, замақсы деп атыр уже, достар. Біреуін алсаңдаршы. Ішке қарай пас, және офсайд. Офсайд точно білінді, еткені екі адам алдыға қарай шығып кетті, және бір адам офсайдта қалып кетті. Именно соң гол салған адам. Так, бізде атакаға шығамыз, достар. Лонгшот. Әдем. 2-0, достар. Және біз екінші голымызды салып жатыр. И бұл жерде Пако Алькасер өте
мықты тойлап жатыр. Өздерінің голдарын және де Пако Алькасер жақсы ойнап жатыр осы матчта. Вратарис бұл жолы уже 5 шансов болды оған. Енді алыстан соққы бақтап. Ориджи достар вообще көзге түспей жүр. Бағана ойынның басында кішкене түсті және де Ориджи. Достар мүлде скорс жоқ. Және Алекс Видаль өте әдемі голдардың бірін салуға шансы болған еді, мүмкіндігі болған еді. Достар, слету болмады, достар, слету болмады. Файсел Дервинс деген вратар қақпашы екен. Так, аут алады қазір достар. Оқып қойдым. Видаль ал. Видаль допты аламады. Пако Алькасер. Офсайд. Жай офсайдта тұрды да, одан кейін доп шығарылғаннан кейін бастап, жылжи бастады. Так, достар. Так, Пако Алькасер. Ориджи 3-0 достар. 3-0. Кішкене подлагивать етіп отыр, өйткені достар, не ғой? Интернет соединение сәл кішкене бұзылып кетсе, осындай болады. Ана игрокпен ойнап жатқан. Вратарис орнына бәсе Вратарис түк түсініп жүрген жоқ. Достар, бірінші тайм аяғына жетті, және де екінші таймдағы ойынды көретін боламыз қазір. Екінші тайм басталады, достар. Так, достар, екінші тайм басталды, және де біз екінші таймда біздікілер бірдестен отбор ойнады, және мен Алекс Видальға берген жоқпын ғой. Пако Алькасерге бергенім. Слету болмады. Слету бұл. Бағана Иван Ракетичпен или Каутиньомен көру керек еді, слету. Лонгшот. Сол кезде жақсы ойын болар еді. Так, енді Пако Алькасер. Кастеледин. Пако. Өте тамаша гол. Бағана осылай насауы керек еді. Ол кезде енді болмады ма, әлде білмедім. Ориджи ашылған екен. Бірақ топ Пако Алькасер мойын алып кетті. Зато так, достар, Пако Алькасер отбордамыз қазір. Ой, Пако Алькасер. Болсы болмады. Так. Финт болар екен. Не удар. Ложын замақ істеп кіріп кетуіме керек бет. Болмаса көру керек еді. Так, достар, қазір қақпашы, қарсыласымыздың қақпашысы топты ойынға қосатын болады. Пако Алькасер. Ориджиге өте әдемі пас, және Ориджи топты сақтап қалды. Және Айхетикқа пас еді. Достар, осы ойын басталған кезде осы опорник бізге беріледі. Автоматически әр аккаунт создать етілген сайын Пако Алькасер. Және өте әдемі пас. Қолын алды вратарь, мен алдыға қарай шығарама десем. Так, Ориджи. Отбор өте жақсы. Достар, бұл бала не үшін екенін білмеймін, ойнай алмай жатыр.
вообще удар болмады, өйткені артқа қарап кетіп барады, удар жасалды. Мен лонгшот көрейін дегенім Видальмен. Болмады. Джо Сильваны шығарды достар. Лап дейма, біреуді шығарды. Бізде кім бар еді достар? Кастильдин, Пако Алькасар және лонгшот. Және достар өте жақсы гол болар еді қазір. Қараңыздаршы, өте мықты гол болар еді, бірақ сәл ғана дәлдік жетпеді. Сәл ғана. Достар, давайте замена қылайық. Пако Алькасар көп ойнап қойдым. Каутиньоны шығарамыз. Каутиньо. Уже адамдарымыздың көбісі шашап қалған достар. Каутиньо да жақсы ойнайды достар. Так. Гренвилл. Видаль қақы кеткен. Ориджи. Так, Каутиньо бірінші голын салар ма екен? Жоқ. Бірінші голын сала алмады. Бұл жерде бір жаман жері достар, только карьера за клуб бар да. За игрока болса өте әдемі болар еді даже. Өзіміз карьерамыз бастайтын ек игрокпен. Бір за клуб, енді достар, клубтың атын ауыстыру керек. Қандай қазақстандық клубтың атын ұсынасыздар достар, сондай клубтың атын қоям. Яғни мен ойымда әзірше Ордабасы клубы бар. Астанада болуы мүмкін, өйткені Астана қазір Европа лигасында өзіміздің Қазақстанды дамытып жүр. Басқа қандай клуб деп атап қоюға болады? Ордабасы мен Астана ғана бар мен ойында қазір. Кастильдин ашылды достар. Так. Робертсонға пас. Так, ішке қарай пас. Және Видальдің басына жетпей қалды. Так, достар, біздің матчымыз аяқталды. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Енді осы видео ұнаған болса, әрине сіздер үшін PES 2018-ді басып, пак ашып, 3 емес 4 пак ашып тастадық. Енді достар, осы видеоның астында 8 лайк жиналған кезде біздің PES-іміз шығады. Күттірмей достар, күттірмей прям тез шығатын болады. 5 лайк, 8 лайк жинасаңыздар, видео шығатын болады. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер, сіздермен бірге болған топчик. Барлықтарыңызға аман саулық тілеймін. Сау болыңыздар.